Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біз өріктен компот жабамыз. Банканы, крышкасын жуып тазалап, стерилизовать етіп дайындап аламыз. Өрігімізді жуып тазалап, банкының 1/3 бөлігіне осылай саламыз. Сосын өріктің үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз толтырып. Менің каналымның ары қарай жүріп дамуына көмектесіп, лайк, комментарий жазып, каналға тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Банкіге ыстық суды толтырғаннан кейін бетін стерилденген қақпағымызбен жауып, 20-30 минутқа қойып қоямыз. Банка сынып кетпес үшін осылай жартылай құйып аламыз. 20-30 минут өткеннен кейін құмшекерімізді осындай мерный стаканчикке құйып өлшеп аламыз. 2 литрге 200 грамм, 3 литрге 300 грамм шекер кетеді. Кастрюльге салып, қайтадан кастрюльге банкідегі суды құйып, кастрюльді газға қойып, қантымызды ертіп, сироп жасаймыз. Сиропты банкіге құямыз қайтадан. Суымыз банкіден асып кетеді, өйткені шекер салғандықтан мөлшері көбейеді судың. Енді осылай банкі жапқышпен, яғни закрывашкамен барлығын жақсылап жауып шығамыз ауыздарын. Банкының крышкасы жақсылап жабылғанын қадағалаймыз, болмаса атылып кетуі мүмкін. Жасалу жолы өте оңай, барлықтарыңыз жасай аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр Темировна.